Пирожки из дрожжевого теста в духовке. Алдымен опара жасаймыз. Жылы сүтке 8 грамм дрожжи, 1 ас қасық қант қосып шайқаймыз да бетін жауып, пена пайда болғанша қоя тұрамыз. Опараны алып ыдысқа құямыз. Жарты шай қасық тұз, ұн қосамыз. Үш ас қасық зәйтүн майын құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып 1 сағатқа қоямыз. Начинкасына сиыр етінен фаршқа тұз, бұрыш, ұсақтап туралған пияз, картоп қосып араластырамыз. Дайын болған қамырды бірнеше бірдей бөлікке бөлеміз. Жаямыз. Начинкасын салып, осылай 3 бұрыштап жабыстырамыз. Ортасын кішкене ашық қалдырамыз. Формаға пергамент төсеп саламыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. градус духовкада 30 минут пісіреміз. Пирожкиіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын.